Сәлем, достар. Бүгінгі видеоның тақырыбы көпшілігіміз күнделікті қолданатын ыдыс жуатын Fairy өнімі. Ол шынымен де ыдыстарды мінсіз тазалай ма? Және оның денсаулығымызға зияны бар ма? Бұл туралы толығырақ білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Fairy өнімінің танымалдығы. Fairy әлем бойынша ең танымал ыдыс жуғыш құралдардың бірі. Ол өзінің жоғары сапасы, көпіршігімен ластануды тез кетіру қабілетімен белгілі. Сонымен қатар, бұл өнімнің хош иістері мен әртүрлі түрлері кез келген тұтынушының сұранысын қанағаттандырады. Fairy өнімінің пайдасы. Fairy өнімінің басты артықшылықтары. Майлы және қиын кететін дақтарды тез кетіреді. Экономикалық тиімді, себебі аз мөлшерде қолдансаңыз да жақсы нәтиже береді. Хош иісті, бірақ тым өткір емес. Құрамында ыдысқа зиян келтірмейтін жұмсақ компоненттер бар. Fairy өнімінің зияны. Fairyдің құрамында химиялық заттар бар, олардың кейбірі адам денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. Сульфаттар, олар майды жақсы кетіреді, бірақ теріні құрғатып, тітіркендіруі мүмкін. Консерванттар, ағзаға түскенде аллергия тудыруы мүмкін. Хош иістендіргіштер кейбір адамдар үшін теріс әсер етуі ықтимал. Сондықтан ыдыстарды жуып болғаннан кейін жақсылап шаю өте маңызды. Fairy өнімін қауіпсіз қолдану туралы кеңестер. Fairy өнімін қауіпсіз пайдалану үшін мына кеңестерге назар аударыңыз. Қолғап киіп жуыңыз, бұл теріңізді қорғайды. Ыдыстарды жуып болған соң кемінде 2-3 рет таза сумен шайыңыз. Құрамында химиялық заттар аз өнімдерді таңдауға тырысыңыз. Альтернатив өнімдер мен табиғи әдістер. Егер химиялық заттардан аулақ болғыңыз келсе, табиғи өнімдерді немесе үйде жасалатын ерітінділерді қолдануға болады. Мысалы, сода мен лимон қоспасы, сірке суы мен ас содасы. Қорытынды. Fairy ыдысты тазалаудың тиімді құралы. Бірақ оны қауіпсіз қолдану маңызды. Денсаулығыңыз үшін тазалық пен қауіпсіздікті ескеріңіз. Бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.